Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді және тез дайындалатын қарапайым қоспалардан тұратын жаңғақты рогаликтер дайындайтын боламыз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен ұнымызды дайындап аламыз және оның үстіне мұздатқыштан шыққан сары майымызды үкіштен өткізетін боламыз. Сонда біздің ол маймен жұмыс істеуіміз өте оңай болады. Сол үшін мұздатқыштан шыққан дұрыс. Міне осылай өткізіп алдық. Оның үстіне шым-шым тұз саламыз. Және қаймақ қосатын боламыз. Қаймақ менде дүкеннің қаймағы 20%. Қаймақта мұздатқыштан шыққан салқын болуы қажет. Және арнайы лопатканың көмегімен осылай бірінші араластырып аламыз. Ары қарай қолмен илейтін боламыз қамырымызды. Мына жерде кішкене қатты сияқты көрінгенімен құрамында май көп болғандықтан тез жұмсарып шыға келеді. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді салафанмен жауып, оны мұздатқышқа 10 минутқа салып қоямыз. Осы аралықта біз арасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге грек жаңғағы қажет болады. Жаңғақты қолмен немесе арнайы ұсақтағыштың көмегімен ұсақтап аламыз. Және 10 ас қасық жаңғақ салатын боламыз ыдысымызға. Және оның үстіне 10 ас қасық шекер, яғни қант салатын боламыз. Ол қантты өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Егер қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, аз қосуға болады. Және де жұмыртқаның бір белогын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккенше жақсылап осылай араластырып аламыз. Міне біздің осылай арасына салатын салмамыз дайын. Енді мұздатқыштағы қамырымызды аламыз. Оны 6 бөлікке бөлеміз. Қамырдың 6 бөлігінде домалақтап видеодағыдай жасап шығамыз. Міне осылай барлығын жасап шығамыз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, осылай жайып шықтым. Енді осы қамырымызды 8 бөлікке бөлетін боламыз. Міне 8 бөлікке бөліп алдық. Енді салмамызды салып шығамыз. Салмамызды да 6 бөлікке бөліп алған дұрыс. Сонда барлық қамырға салмамыз да бірдей теңдей салынатын болады. Енді қамырымызды ораймыз. Ортасына салынған салмасы сыртқа шығып кетпес үшін осы видеодағыдай орайтын боламыз. Барлығын осылай орап шығамыз. Және табамызға пергамент қағазы болса соны төсеп, немесе астына кішкене сұйық май жағып, сонда барлығын орналастырып шығамыз. Және бағана қалған жұмыртқаның сарысын рогаликтердің бетіне жағып шығамыз. Барлығына жағып шыққан соң, енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз, қызарғанша. Міне пісіп шықты. Өте қызарып, әдемі болып шықты, дәмді. Енді оның үстіне ыстық кезінде осылай қантты ұнтағымызды сеуіп шығамыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және тез дайындалады. Салмасына жаңғақтан басқа да кез келген затты салып пісірсеңіз болады. Видео сіздерге ұнап жатқан болса, менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Шаймен өте керемет үйлеседі. Арасы осындай болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.